Бізде туындының келесі тақырыбы туындының, яғни күрделі функциялардың туындысы. Яғни бізде ең мән беретін тақырып, себебі біз алдыңғы өткен туындының элементтерін білу арқылы біз тест кітапшасында есептерді шығара алмаймыз. Себебі бізге не керек? Күрделі функциялардың туындысы керек. Яғни дәл сізге енің x дәрежесінің туындысын ал, ол тең болады енің x дәрежесіне деген сияқты нәрсені бермейді. Яғни күрделі функциямен міндетті түрде араластырады. Енді сіздер де ойламаңыздар, күрделі функция деген ол анау айтқан күрделі нәрсе емес. Мысалға, мына нәрсені айтуға болады. Мысалға, x-тің квадратының туындысы, x квадратының туындысы не болады? 2-ның x дәрежесіне тең болады. Енді бір рет осыған тең болады. Ал 3x квадратының туындысы неге тең болады? 3 көбейту 2x тең болады 6x. Осы нәрсеге тең болады. Мынау уже қарапайым функция, күрделі функция деп аталады. Енді күрделі функция сәл ғана екі формуланың қатысуын айтады күрделі деп. Андай бір үлкен бір функциялар беріледі, соның туындысы одан шығатын ондай нәрсе емес, мүлдем ол нәрсеге қатысы жоқ. Енді мына нәрсеге мән берейік. Бізде күрделі функцияның негізі 5 түрі бар, 5 формуласы бар, қолданатын бізге қажетті. Оны былай түсіндіруге болады. Әдетте біз алғашқы формуладан бастап қорытып көрсетеміз, мысалдар алып көрсетеміз. Бірінші былай, с көбейту у туындысы тең болады с көбейту у-дің туындысы. У деген бұл жерде функция. Мысалға, функцияның ішінде міндетті түрде x деген нәрсе болады. С деген констант, ол сан. Бір сан, бір функцияға көбейтіліп тұрса, осыдан туындалатын болсақ не болады? Санның өзін жеке жазамыз, тиіспейміз. И сөйтеміз, мына көрсетілген функциядан туындаламыз. Бұл туынды қандай шығатын белгісіз. Осы нәрсеге мысалы, жаңа алдық, біз 3x квадрат туындаламыз. 3 деген бұл жерде неге тең? Санға тең, мына x квадрат деген ол u деген функция. Функция бұлай беруге болады, fx деп беруге болады. Не болмаса, әртүрлі беруге болады. Енді бұлай 3x квадрат туындысы мына формулаға саламыз. С-ны жазамыз. Бізде 3-ті тура алдына көшіп жазамыз. Сөйтеміз, қалған функция x квадрат қалды, осы x квадраттан туындаламыз. Енді не болады? 3-ті жазамыз, көбейту x квадраттың туындысы ол 2x-ға тең. Оны білесіз уже. 3-ке 2-ні көбейтесіз 6 болады, қасында x бар 6x. Болды, уже күрделі функция. Күрделі функцияның ең алғашқы формуласы мынау, және соған қатысты. Ол кез келген мысалға, мысалы 4 плюс емес, бір басқа саналайық. Қандай болуы мүмкін ол? Тағы бір формула айтайық. X куб бөлінген 3 дейік. Мынандай функция. Бұл не? Бұлай алуға болады мына нәрсені, мына функцияны өзгертіп алайық. Мысалы, туындалу керек қой. 1 бөлінген 3 көбейту x куб. Осылай алуға болады. Яғни екеуінде ешқандай айырмашылық жоқ. 1 бөлінген 3-ті бөлек жаздық, мынада бірге тұр. X кубпен бірге. Енді сіз 1 бөлінген 3 деген ол сан, одан ештеңені өзгертпейсіз, қайтып көшіп жазасыз. X кубтан туындалады, ол 3x квадратқа тең болады. Көбейту бар. Екеуі қысқарып кетеді. Сонда қалатын бізде x квадрат. Болды, мына бізде жауап. Енді осылай түрлі бар. Енді мынандай нәрсе бар. Егер мына x астында келсе не болады? 1 бөлінген x болса. Бұның туындысының формуласын былай көрсетеді, негізі минус 1 бөлінген x квадрат деп. Жалпы бір формула ретінде бекітіп қажеті жоқ. Себебі бұл 1 бөлінген x дегеніміз ол неге тең? X минус 1 дәрежесіне тең. Екеуінде ешқандай айырмашылық жоқ, осыдан туындаламыз. Не істейміз? Минус 1-ді алдынан түсіреміз. X минус 1 қанша болады? Мына дәреже не көрсетілген, содан минус 1-ді азайтамыз міндетті түрде. Минус, дегенде екеуі нем береді? Минус x квадратты береді. Бұл деген не? Минус, мына минус сақталады. Жазамыз. 1 бөлінген x-тің минус 2 дәрежесі деген сол. 1 бөлінген x-тің плюс 2 дәрежесіне тең. Формула есіп шығады. Ал егер осы x бізде үстінде тұрса, онда мынау. Дәл осылай. Бөлімдегі санды міндетті түрде осылай бөліп жаза саламыз. Және ары қарай x деген функциялармен жұмыс жасаймыз. Енді келесі бізде екі функция қосылған. U бір функция, v тағы бір функция, екі түрлі. Осы екі түрлі функция бір-біріне қосу амалы орындалған кезде не істейміз? Формуласына қарасақ, жеке-жеке, мұнда плюс-минус болу керек, жеке-жеке туындалған, және таңба салу керек сақталады. Мына жерде плюс тұр ма, плюс жазасыз. Азайту тұр ма, азайту жазасыз. Ешқандай айырмашылық жоқ. Мысалы былай алайық. 2x квадрат плюс 3x туындысы неге тең болады?
Дәл мына формула бойынша жеке-жеке туындаламыз. 2х квадрат дейміз де одан туындаламыз, қосамыз. 3х дейміз де одан туындаламыз, тең болады. Ары қарай не болады? Соны жалғастырып жазайық. Енді ары қарай туындалсақ, мына нәрсе болады. 2х квадраттың туындысы 2 алдына түсірді 2-ге көбейтіледі 4 болады. Мына 2-ден 1 айтсақ 1 қалады. 4х болады. Плюс енді мына 3-ті жазамыз. Х-тің жеке өзінен туындасақ, не болады? Бір айныманың туындысы ол уже 1-ге тең. Ол ары қарай түсінікті же. Мына нәрді 1 деген дәреже бар. Ол алдына түседі 1 болады. Одан кейін х 1-ден 1-ді азайтып жазамыз. 1-ден 1-ді азайтсақ 0. Х 0 дәрежесі ол 1-ге тең. 1-ді 1-ге көбейтсек қайтып 1-дің өзі шығады. Сонда бізде қалатын формула, қалатын нәрсе ол тек 1. Сонда 2х квадрат плюс 3х-ның туындысы 4х плюс 3-ге тең. Осы нәрсеге тең. Жеке-жеке туындаламыз. Егер мына жерде азайту тұрса, мына жерге де азайту қосыламыз, болды. Ешқандай айырмашылық жоқ. Жалпы сандар функцияларын қосу туындысы мынандай. Осылай. Мысалға, көбінесе келетін, тест кітапшаларында келетін бір функцияны ала салайық. Көбінесе квадрат теңдеуді береді. Мысалы, х квадрат плюс 3х минус 4. Осының туындысын тап дейді. Текстпен жазып қойды енді бізде жаза саламыз. Жеке-жеке туындаламыз, таңбаларды сақтаймыз. Х квадраттың туындысы 2х-ға тең, 3х-ның туындысы 3-ге тең, санның туындысы ол уже 0. Уже ештен керек жоқ. Болды. Х квадрат плюс 3х минус 4-ның туындысы 2х плюс 3-ге тең болады екен. Яғни, кез келген функцияларды қосу немесе азайту тұрса, дәл осылай қолданып кете береміз. Ол уже түсінікті. Екі функцияға қандайды бір константа сан көбейтіліп тұрған кезде туындыны қалай аламыз? Оны үйреттік. Екі функция қосылып не азайтылып тұрса, туындыны қалай аламыз? Оны да көрсеттік. Енді келесі бізде маңызды нәрсе, ол екі функция бір-біріне көбейтіліп тұрса не істейміз? Туындалы керек. Жалпы туындалған кезде не істейміз? Бұл кезде, бұл да оңай. U көбейту v деген функциядан туындалатын болсақ, олай болады. U-дің туындысын жазамыз. U-дан туындаламыз да v-ны көбейтеміз. Және көбейту болғаннан кейін міндетті түрде мына қосу қоямыз да U-ды жазып v-дан туындаламыз. Бірінші U-дан туындалып v-ға көбейтеміз. Оған қосамыз, U-ды жазып v-дан туындаламыз. Біреуінен туындалып біреуіне көбейтеміз. Екіншісінен туындалып қайтып біріншісіне көбейтіп екінің арасында қосу деген таңбаны қоямыз, болды. Ешқандай айырмашылық жоқ. Мысалға айталық бір 3х көбейту ex. Осындай бір функция алайық. Туынды. Мынау 3х деген ол бір функция, жеке. Ex деген ол даже бөлек тағы функция. Екеуі екі түрлі. Екеуінен туындаламыз. Не істейміз? Бірінші 3х-тан туындаламыз. 3х-ның туындысы 3-ге тең. Көбейту дейміз, мынаны қайтып көрсетеміз ex. Қосу, енді ex-тан туындаламыз. Ex-тің туындысы қайтып ex-ті береді. Оған көбейтеміз мынаны. 3х-ті қайтып көбейтеміз. Болды. Уже 3ex плюс e-нің x дәрежесі көбейту 3х. Осылай. Яғни сандардың көбейтіндісінің туындысы осы нәрсеге тең. Енді төрт түрлі функциялар болады. Мысалы, мына жерге x алдым, мысалы, мына жерге айылыңыз түбірасты x көбейту, мысалға, логарифм a негізді x. A демей қойған, мысалы, 5 плюс x квадрат. Осындай функция бар. Осының туындысын алыңыз, және алып, тура осы жерді скриншот жасаңыз, біз мына есеп шешін деп. Сіз группаға саласыз. Бұл сіздерге тапсырма. Енді келесі көбейту болған кезде біреуінен туындалып, біреуіне көбейтеміз де, оған қосамыз. Екіншісінен туындалып, біріншісіне көбейтеміз. Осы екі элемент. Енді функциялар бөлу болып тұрған кезде, функцияға бөлген кезде қандай амалдар қолданады? Біз осыған мән берейік. U бөлінген v, бұл жерде U бір функция, v бір функция. Не істейміз? U-ды жазамыз, туындаламыз, және v-ға көбейтеміз. Азайту дейміз, U-ды жазып, v-дан туындаламыз. Тура мынау тек таңбасы теріс болады, минус болады. Себебі неге? Себебі бөлу тұр. Дәл мынаны көріп жазамыз, тек таңбасы теріс болады, минус болады. Және бөлімінде не тұр? Қандай функция тұр? Соны аламызда квадраттаймыз, болды. Бұл түсінікте U'(v минус UV' бөлінген v квадрат. Бұл түсінікті. Енді келесі біз не жазып қойдық? F, G, H, X. Жалпы туындысы не болады? Ең бірінші сыртынан туындаламыз. Сыртынан туындаламыз да, көбейту дейміз де, уже мына F тап тастап G-ден туындаламыз. Одан кейін G-ді тап тастап H-тан туындаламыз. H тап тастап ең соңында X қалады, X-тің өзінен туындаламыз. Бұл яғни функция үшіншіден туындала беру деп айтуға болады. Мысалға айталық бір мысал алсақ, біздің ең басты үйренуіміз керек осы күрделі функцияларды. Мысалға X
жоқ, былай алсақ, деген экспоненттан. Сол сізге алдыңғы сабақта мына нәрсе үйреттік. Нің x дәрежесінің туындысы нің x дәрежесіне. Ал сізге бүйтіп бермейді, есепті былай береді. Нің x квадрат плюс 3x минус ln x. Осы дәрежесінің туындысын ал дейді. Осы нәрсенің туындысын аламыз. Енді ең бірінші біз мына формула қараймыз. Ең бірінші сыртынан аламыз. Ең бірінші сыртына қараймыз. Сыртына қарасақ не көрініп тұр? Бізде және оның жалпы x деген дәрежесінің осындай тұр. Ал нің x дәрежесінің туындысы нің x дәрежесіне қайтып өзіне көшіп жазамыз. Нің x квадрат плюс 3x минус ln x дәрежесі емізді көбейту. Функцияның ішінен алғанда бәр функцияны бір-біріне көбейтіп отырамыз. Көбейту деймізде енді дәрежесінен аламыз. Енді ішкі функция қараймыз. Нің x дәрежесі тұр, одан кейін не тұр? Одан кейін уже сізге мына көрінеді. X квадрат плюс 3x минус ln x. Енді жалпы мынадан туындаламыз. Көбейту деймізде x квадрат плюс 3x минус ln x. Осыдан туындаламыз. Тең. Бұл неге тең болады? Ал мына функцияны u плюс v минус, яғни u плюс минус v деген формула келіп тұр ғой. Жеке-жеке туындалады екенбіз бұдан. Мынаны көшіп жазамыз. Өйткені тең болғаннан кейін мына көшіп жазамыз, мына амалды орындай береміз. X квадрат плюс 3x минус ln x. Көбейту x квадраттың туындысы 2x-қа тең, 3x-дің туындысы 3-ке тең, минус ln x-дің туындысы 1 бөлінген x-қа тең. Мына жақшаның ішінде болады. Болды же мынаның туындысы мына нәрсеге тең болады екен. Енді x-қа мынандай нәрселер. X квадрат плюс ln x куб. Осы нәрсенің туындысы. Күрделі функция. Не болады? Так, мынандай жерде босатсақ. Ең бірінші сіз x-ің дәрежесін көріп тұрсыз, осыны қайтып көшіп жазасыз. Мынаны түгелмен алдына түсіресіз. 2 плюс ln x куб көбейту x-дің 2 плюс ln x куб азайту 1. Келді ғой? X-дің n дәрежесі мынау n-ді беріп тұр ғой. N-нан туындалдыңыз алдына түсті, x мұнда тұр. Енді сіз енді n-нан туындаласыз. Мына n-нің өзінен туындаласыз. Не болады? 2-дің туындысы 0, ln x-тан туындаласыз. ln x куб. Осыдан туындаласыз. Не болады? Так, мынаны көшіп жазасыз. 2 плюс ln x куб көбейту x-тің 2 плюс ln x куб дәрежесі азайтылған 1. Енді 2-ден 1 азайтсақ, бізде қалатыны 1 болады. Мынаны алып тастаймыз. Көбейту ln x кубтың туындысы 1 бөлінген x куб. Мына жерде не тұрсын 1 бөлінгенде бір көшіп жазамыз ln туындысын. И көбейту бізде мына x-тің өзінде не тұр? X кубтың туындысы уже ол 3x квадратқа тең. Енді мына екеуі қысқарады, кубы кетіп қалады, 3 бөлінген x. Қалады, енді ары қарай өзіңіз білесіз жазуды. Жалпы осы ең негізгі 5 формула және күрделі функциялардың туындысы осылай алып кете береді. Бізде функцияға бір сан көйіліп тұрғанда қандай болады формуласы, оны жаздық. Екі түрлі функция бір-біріне қосылып тұрған кезде қалай туындаламыз, оны да жаздық. Және екі түрлі функция бір-біріне көйіліп тұрған кезде қалай туындаламыз, оны да жаздық. Бөлу болған кезде уже соған ұқсас, бірақ сәл күрделірек формула. Мысалға тағы мысал алайық. Түбір астында x квадрат деген функцияның туындысы не болады? Жалпы түбір астының функциясы, түбір астының туындысы ол 1 бөлінген 2 түбір астында x квадрат мысалына, не тұрсын көшіп жазамыз. Көбейту деймізде мынаның ішінен туындаламыз. X квадраттың туындысы ол 2x-қа тең. Енді ары қарай 2 мен 2 қысқарып, x бөлінген түбір астында x квадрат. Енді x квадрат x шығып кетеді екен. x-қа бөлеміз 1. Функцияның туындысы осыған нәрсеге тең болады екен. Енді мына жерде о бассақ түбірмен квадрат қысқарып жіберіп, x-дің туындысы тең болады 1 деп жазуға да болады. Енді мен просто 1-ден x квадратты алып жүрмін енді. Дәл осылай. Егер функцияның ішінде функция берілген кезде туынданы қалай аламыз? Ең бірінші сыртынан аламыз. Одан шыққан мәнін жазып қоямыз, сыртын алып тастап, ішінен туындаламыз, одан шыққан мәнді алып тастаймыз. Ең соңында x қалады. X-тің өзінен де даже туындаламыз. X квадрат қалуы мүмкін, x куб қалуы мүмкін, x кубтың өзінен де туындаламыз. Не шығады, соны жазамыз. Жалпы күрделі функцияның туындысын алу осыған тең. Осы нәрселер екен. Одан кейін 9 формуласы бар, алдыңғы сабақта үйрену керек. Сосын осылар екеуін байланыстыру керек, және келесі сабақта біз практика сабағында осы нәрселерге қатысты есептерді талдаймыз, және үй жұмысында береміз, және үй жұмысында дәл осы тақырыптарға қатысты есептерді талдайтын боламыз.